сен жақсы айттың ғой барлығын, бірақ біз үшін ең керек адамның денсаулығы керек. Егер адамның денсаулығын ойламасақ болмайды. Одан кейін Алматы деп жатырмыз ғой, көріп жатырмыз ғой Алматыда қанша өсіп жатқанын, Нұр-Сұлтанда қанша өсіп жатқанын. Анау 5 өңір кішкене жеңілдетіліп, қайтадан уже қатаңдатып жатыр карантинді. Бірақ біз енді ертең ғой деймін, по-моему, ертең кішкене көліктерді, қоғамдық көліктерді жібереміз, көреміз қалай болатынын. Жаңа енді сен айтып отырсың ғой, айтасыздар жаңа кішкентай автобус, шынымен кішкентай автобус, естиміз. Онда 10 адам бар ішінде отыратын. Ертең белгілі ғой, бір автобусты жіберсек, оған 10 адам емес, ең кем дегенде 50 адам отырады. Одан кейін бір-біріне жұқтырады. Сосын не істейміз дейді? Сол жағы. Қазір біз көріп жатырмыз, даже қазір ашып қойып, кішкентай кафелерден айтуға айналайын. Мына екен ағаң бір жан жоқ, қарсы отырып жатыр. 30 адам болды, 30 мен 100 адам болды. Туғанды өткізіп жатыр, құдалық өткізіп жатыр, басқа деген сияқты. Ол ана ойламайды басқаның ертең ауыратын, оған жұғатын. Оған құдалығын үлгеріп өткізу керек. Не құран адам көп болса, құдалығын жақсы болған. Туғанды өткізуге болады. Өткізу керек. Бір жыл туғанды өткізіп қойса да болады. Келесі жыл өткізу керек болады. Сондықтан ол жағынан біз енді жақсылап зерттеп қарауымыз керек. Өйтпесек болмайды. Ертең оның сұрақтары болуы мүмкін. Бағана анау денсаулық туралы вы правильно сказали, особенно по отношению к культуре поведения наших врачей. Марат об этом хорошо знает. К сожалению, есть такая проблема. Над этим нам надо работать. По отношению специалистов, да, где-то нам около 200, по-моему, врачей не хватает, но мы над этим работаем. За исключением латиница. Латиница пока тоқтаған білесіз. Оған дайындалу керек. Дұрыс айтып отыр, аспау